Айлакер бала. Ертеде жесір әйелдің бір ұлы мен бір қызы болыпты. Олар ішсе тамаққа, кисе киімге жарымапты. Күндердің бір күнінде баласы шешесінен бақыт деген не деп сұрапты. Балам, таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деген емес пе? Кімде-кімнің тамағы тоқ, көйлегі көп, уайымы жоқ болса, басында панасы, ақыл айтар данасы болса, бақ дегенің сол емес пе? Құдай сонысын бізден аяп тұр ғой, депті шешесі. Балам, талаптыға нұр жауар деген рас, бірақ сен болсаң әлі кішкентайсың, депті шешесі бір күрсініп алып. Талап жігер болса, бақ көкте емес, жерде екен ғой. Олай болса сол бақты өзім табамын деп, бала шешесімен қоштасып жолға шығады. Шешесі майға шыланған талқанды беріп, баласын аттандырады. Бала бірнеше күн жүріп, ит мұрыны өтпейтін қалың орманға келеді. Бұл орманда дүйі перілер мекендейді екен. Адамзат баласы, ажал айдап келді ме сені бұл жерге? Қайда барасың деп ақырады дүйі перілер. Қайда барарымды қайтесің? Күшті болсаң күш сынасуға мен дайынмын, дейді бала. Кімде-кім мына жатқан қара тастың майын шығарса, соған қалғанымыздың барлығы бағынышты болсын деп келісіп алады. Жарайды, дейді дүйі перілер. Дүйі перілер алма кезек тасты қысып, тастан май шығара алмаған соң, кезекті балаға береді. Бала қолын уқалаған болып, қойнындағы май шалынған талқанды сығып-сығып, майын алақанына жұқтыртып алады да, дәу қара тасты қысып-қысып, міне, мен тастан май шығардым, енді сендер маған бағыныштысыңдар, дейді бала. Мұны көрген дүйі перілер баланың күші басым екен деп ойлайды. Олар баланы үйлеріне қонаққа апарып, үлкен сый құрмет көрсетеді. Дүйі перілер баладан қауіптенеді. Қонағасын берген соң баланы жеке жатқызады. Олардың жүріс-тұрысынан күдіктенген бала үйдің ортасына жатпай, пештің ішіне кіріп жатады. Өзінің орнына басқа ұзынша бір затты жатқызып, үстіне шапанын жауып қояды. Дүйі перілер баланы өлтірмек болып, түн ортасы ауған кезде үйдің төбесінен дәу қара тас тастап жібереді. Бала өлген шығар деп ертесіне үйге кіріп келсе, бала тірі екен. Сасқандарынан, қонағым, қалай тыныш ұйықтап тұрдың ба деп сұрайды. Аздап бүрге шаққаны болмаса, тыныш ұйықтадым, дейді бала. Үйленген дүйі перілер баладан құтылғанша асығады. Балаға көп алтын сыйлықтар беріп, оларды дүйіларға артып, баланы шығарып салады. Бірнеше күн жол жүріп, ауыр жүк көтерген перілер есі әбден шығады. Жолда жатқан жуан бөререні көріп бала, мынау менің шешеме ұшыққа лайықты бөрене екен деп, оны бір періге арқалатады. Ондағы ойы шешесін де батыр етіп көрсетпек болған еді. Бала көп заттармен шешесіне аман есен келеді. Дүйі перілер баланы үйіне әкеліп, өздері жөн-жөнімен кетеді. Солай талапкер бала өзінің ептілігінің, айлакер тапқырлығының арқасында бақ пен дәулеттің иесі болады.